жылы сіздер 30-дан асып барамын деген фильм түсірдіңіздер. Содан кейін қаңтар болды. 2023-те сіздер дәстүр фильмін түсірдіңіздер. Сосын Бишімбаевтың оқиғасы болды. Оған дейін түсірдіңіздер, бірақ оған дейін идеясы болды. Ауру фильмі тура солай 2024-тен бастап сценарийін жазып түсірдіңіздер. Содан кейін барып Перизат Қайраттың оқиғасы шықты. Бұл что за совпадение? Менің ойымша қоғамда қозғалатын мәселелердің бірі болғаннан кейін біз енді сол өзекті мәселеге қатысты фильм түсіріп, ол енді проблема ешқайда кетпейді ғой. Сондықтан да жаңа геройлар пайда болады да, сол үшін біз де өзіміз қорқамыз кейде фильм жазуға ше. Қазір жаңа фильм жазып, съемканы бітірейін деп жатыр. Оның да тематикасы ауыр негізі, бірақ құдай сақтасын. Бір жақсы жағынан жазу керек сияқты негізі. Фильм егер қатты кезіп отырса, сіздерге қатты тиіп отырса, айтарым өмір сондай. Кредитқа той жасауға қалай қарайсыз? Мен кредитқа той жасап көрмеппін. Білмеймін енді. Жоқ, ол адамның өзінің қалауы ғой, енді біреуге былай істе деп айтамаймыз ғой. Себебі неше түрлі ситуациялар болады ғой. Бәлкім кредитке жасап, оның мысалы келесі айда ол кредитті жаба салатын мүмкіндігі болса, неге жасамасқа? Ойбай, кредитке жасама, жаса дейтіндей. Сізде ондай құзырыңыз жоқ, менің де ондай құзырым жоқ. Адамның өз таңдауы. Мен ойымды өзгерттім. Кредит алмаңыздар. Я очень горжусь, что я снялась именно в таком казахстанском фильме, потому что, это было просто отвал башки. Реально. Молодец. Школьный психологқа барамын мұндай. Реально, молодец. Рахмет. Кино өте керемет. Мне уже объявить, что этот фильм очень скоро ждет огромная мировая премьера. Это новость, которую еще никто никогда не слышал. Очень скоро, в начале 2026 года, у фильма будет мировая премьера на крупном фестивале, как говорят, фестивале класса А, и потом он поедет по всему миру, потому что очень он сделан классно. Дәл қазір біз Ауру фильмінің ең алғашқы сеансындамыз. Яғни қазір сағат 2, 12-де кірген алғашқы көрермендерімізден честный отзыв сұраймыз. Көбісі жазады, жаңағы блогерлар, танымал адамдар предпоказға келіп алып өтірік отзыв айтады деп, енді қазір шынайы көрермендерімізден сұраймыз. Супер. Психология керек маған дейтін. Ауыр, өте ауыр. Аянды жек көріп кеттік қой. Ең алғашқы сеансқа кетсіз. Өте супер болды. Көргенмен қатты күттім мына күйден. Өзім біртүрлі сезіндім дәріс. Фильм өте жоғары деңгейде өтті. Қазақ фильмдерінің осындай деңгейде дамып жатқанына шын жүректен қуаныштымыз. Бұндай жанрда әлі фильм көрмедім шынымен. Психикалық тұрғыдан қатты әсер етті. Фильм өте жақсы шыққан. Прям түнгі 12-де келіпсіз қатты күттіңіз бе? Негізі шығады дегеннен бастап күтіп жүрдік. И бүгін 12-де болады дегеннен достармен бірге келдім. Рахмет. Это было очень-очень страшно на самом деле, но мне очень понравилась игра Яна Утиперген. Да, вроде актера так зовут. Очень классно. Первый сеанс, да, пришли? Да. Өте күшті фильм болды. Главный рөлда мен жеңшем Дильназ. Сол. Рөлдерін күшті сомдап шықты. Өте қатты ұнады, прям необычно, да, Қазақстанға бірінші рет көріп тұрғанда киноға күшті. Прям сағат 12-де ең бірінші сеансқа келіпсіздер. Қатты күттіңіздер ме? Қатты күттік. Бізде де қашан шығады. Шынайы ұнады ма? Ұнады. Шынайы. Рекомендуем всем. Рахмет. Бір маңызды мәселе қозғалады. Тойға кредит алу, сол жайлы не ойлайсыз? Жастарға қандай кеңес айтасыз? Жалпы үлкен жаңағы 500 адамдық тойлар жасау уже ят қой. Біз өзіміздің тойымыз 500, мен ұзатуымда 500 болған. Күйеуім жақтан, екінші жақтан тағы да 500 адам болған. 1000 адамдық той жасаған осыдан 20 жыл бұрын. Мен ойлаймын енді бұл қазіргі кезде экономикалық тұрғыда керек жоқ шығын деп ойлаймын. Екі жақтың ең ет жақындары жиналып, құдалық артында жастар өздері барып қыдырып қайтса, одан артық той бар ма, одан артық қуаныш бар ма? Пандемияда көрдік қой, зуммен-ақ үйленді ғой бәрі. Нормально же, ешкім одан ажырасып кеткен жоқ. Сосын статистика бар.
статистика бар. Чем больше пара тратится на свадьбу, тем у них больше риск развестись. Өтірік сборлар жайлы, өтірік қайырымдылықтар жайлы, өзіңіз қай жерге садақа жібересіз, сол жайлы айта кетсеңіз. Мен садақа жібермеймін десем, қазір мен оқырмандардың бәрі ат тастайтын шығар. Негізі көп фондтарға сенбеймін, жалпы фондтарға сенбеймін, сондықтан да жақсылықты тек жақындарыма жасаймын. Өзім жақындарым танитын, алыс туыс, студент жастар, мысалы Алматыда, Астанада оқиды, Шымкентте оқиды, күнделікті телефонына балансы бар, тамағы бар, басқа бар, өзім де балам биыл студент. Сондықтан да сондай жаңағы студенттер, үлкен кісілердің дәрі-дәрмегі деген сияқты осындай жақындарыма ғана көмектесем, былай арнайы фонд. Кредит алу деген тақырып бар. Оны сіздер жаздыңыздар сценарийін. Сол жайлы айтасыз. Тойға кредит алу стоит па, не стоит па, жастарға кеңесіңіз. Енді тупо гон деп ойлаймын мен негізі. Шамалы ойлану керек сияқты, өйткені мен өзім білетін екі ажырасқан жұп бар, кезінде тойларды кредитке жасаған. Сондықтан да енді ата-аналардың түсінуге болады, көңіл үшін жасаған ғой, кредит алып. Бірақ менің ойымша ондайдан арылу керек. Шана ел не дейді, жұрт не дейді, неге осындай той жасамасқа деген дұрыс емес деп ойлаймын. Сол мақсатта сценарийға сондай тақырып қостыңыздар. Иә, әрине. Ол енді біздің менталдың үлкен проблемасы деп ойлаймын, сондықтан да қосылды. Мен Аянды вообще көргім келмей тұр бар ғой. Айтып жеткізу қиын, иә, мен басым ауырып кетті, если честно. Ол фильм жаман деген сөз емес. Слишком көп шындық, бәрін ашық көрсеткен, режиссерлық жұмыс тамаша. Мен Аянды вообще көргім келмей тұр бар ғой. Оннан қанша балл бересіз? Самый лучший хоррор. Рахмет үлкен. Қай персонаж қатты сізге ұнады? Аида Курмангалиева деген қайда вообще? Жүзі сумасшедшая. Құдай жоқ. Өзін басқа жаңа амплуадан көрсетті деп ойлаймын. Өте риза болдым Аидаға. Енді Азат, понятно, оның өнерін шынымен тамашалап жүрміз, көрініп жүр, күшті. Аян жаңа қырымен танылды. Аян мен Аида. Екеуіне көргім кеп тұрған жоқ қазір. Рахмет үлкен сізге. Әлі бір өз-өзіме келіп алу керек сияқты. Бірақ кино психологқа бару керексіз. Мен ойымша келіп көру керек. Үлкен кішкентай балаларға болмайды енді. Бірақ үлкендер келіп көру керек деп ойлаймын. Ойыныңызға ойыңыз? Ештеңке айта алмаймын. Шынымды айтсам, өзімнің ойым туралы ештеңе айта алмаймын, бірақ басқа көрермендердің айтуы бойынша өте жақсы сияқты. Мен оған өте қуаныштымын, бірақ менің ойынымды егер көргілеріңіз келсе, міндетті түрде ауру фильмінен келіп көріңіздер. Өте керемет, рахмет. Сіздің құрбыңыз Монаның ойыны қалай болды? Он болды. Просто Аида бізде самая лучшая. Могу громко заявить, это год Аиды. Просто лучшая. Сондай. Киноға берер бағаңыз? Смело, шексіздік деген. Обязательно келіңіздер. Ну, надо переварить, надо обсудить. Но енді не болды бір? Поучительно, на самом деле. Поучительно на злобу дня, на подумать. Кино. Оннан қанша? Пока сложно мне рейтинги давать. Наверное... Может, 12-ден. Я не знаю, что чувствовать по этому фильму. Я вот не знаю, нравится оно мне или не нравится. Даже не могу понять. Но... Хорошо, понятно. Но это сильно, да. Мне надо отойти, короче, извините. Хорошо. Да, мне надо что-то идти.